Қайырлы кеш, балақай. Бүгінгі ертегіні тосып отырған боларсың. Кәмпитші ата жайлы ертегіні әрі қарай жалғастырамыз ба? Бүгін кәмпитші ата кіммен кездеседі екен? Және кімге өзінің сиқырлы кәмпитін таратады екен? Ол жайлы білгің келе ме? Жақсы, білгің келсе, ары қарай жалғастырайын. Бүгінгі ертегім кәмпитші ата мен қыңыр бұлт деп аталады. Бұлт неге қыңыр екен? Қане бірге білейік. Ертеде кәмпитші ата бір төбенің басында кішкентай үйде өмір сүріпті. Ол күнделікті балаларға кәмпитін сыртқа шығып, есік алдындағы гүлдерден, шөптерден жасайды екен. Бір күні аспанда қап-қара бұлт пайда болады. Бірақ басқа бұлттар сияқты емес, бұл қара бұлт ашулы, қырсық мінезді, тәтті кәмпиттің иісін жақтырмайтын бұлт екен. Ол ауылдың үстінен ұшып өтіп, кәмпитші атаның үйінің төбесіне келіп, қатты жел тұрғызып, атаның кәмпит жасайтын гүлдерінің үстінен су құйып, суарып тастайды екен. Оны көрген ауылдың балалары уайымдап атаға жүгіріп келеді. Ата, бізді мына бұлт кәмпитсіз қалдырады. Бірдеңе жасаңызшы, деп барлығы жылап қоя береді. Ал кәмпитші ата болса, сабырлы қалпында балаларға күлімсіреп, қане, жыламаңдар, бәрін қазір жөндейміз, дейді де, сиқырлы себетін алып, төбешікке шығады. Төбешікке шығып, ашулы қыңыр бұлтпен сөйлеседі. Неге сонша ашулысың, қара бұлт? Деп ата бұлттан сұрайды. Ал бұлт болса, күркіреп, найзағайын жарқылдатып, атаға былай деп жауап береді. Мен аспанда жалғызбын. Басқа ақша бұлттар менімен ойнамайды, тіпті жолатпайды да. Сондықтан да мен ашулымын, деп жауап береді. Аспандағы қара бұлт өзін жалғыз сезінеді екен. Сол себепті де найзағайын жарқылдатып, аспаннан суды төгеді екен. Кәмпитші ата сәл ойланып, өзінің сиқырлы себетінен не алып шығады? Әрине, көңілді кәмпит деген кәмпитін қара бұлтқа ұсынады. Ал бұлт ол кәмпитті жеп не істейді? Әрине, ол көңілденіп, күлімдеп кетіпті. Сол сәтте бұлт бірден ақшыл бұлтқа айналып, аспандағы басқа бұлттармен бірге ойнап кетіпті. Міне, кәмпитші ата өзінің сиқырлы кәмпитімен аспандағы қара бұлтты да ақшыл бұлтқа айналдырып, көңілдендіріп жіберген екен. Сол күннен бастап қара бұлт ақшыл бұлтқа айналып, аспанда үнемі жарқырап, қалықтап жүретін болыпты. Ал балалар болса, қайтадан өзінің тәттілеріне тойып, кәмпитші атаның ертегілерін әрі қарай тыңдап жүр екен. Сөйтіп, кәмпитші ата сиқырлы кәмпитімен қара бұлтты да мейірлендіріп жіберген екен. Жақсы,
осымен ертегі аяқталды. Ертеңге дейін кездескенше.